Қыздар, сіздерге арнап мен арнайы кондитерлік дүкенге барып, поворотный столиктерді қарап шықтым, және де оның плюс жағын және де минус жағын айтатын болам. Алдыңғы видеода мен сіздерге пластмастан жасалынған поворотный столикті көрсеткен болатынмын. Мынау тоже сондай пластмастан жасалынған, бірақ бұның сапасы шаригінде айналуы өте жақсы екен. Тек материалы пластмасс болғаннан кейін сапасы сәл төмендеу болады, бірақ алуға тұрарлықта екен. Яғни егер де өзіңіз тек қана жақындарыңызға үйде ғана жасауға ойыңыз бар болатын болса, сондай түрінде алып қойыңызға болады. Одан кейінгісі әйнектен жасалынған. Бұл өте ауыр, сапалық жағынан материалдарының сапасы өте жақсы. Тек ортасындағы шарегі сәл дұрыс емес деп түсіндірді маған, және дайындалғанда сәл волнасы бар екен. Ортасындағы шарегі сынып кету қаупі бар деп түсіндірді маған. Былай негізі материалы сапасы өте жақсы екен. Одан кейінгісі бізде гипстен жасалынған поворотный столик бар екен. Ол бізге өте қатты ұнады. Жасалуы, шарегі, барлығы, орналасуы, барлығы жақсы екен. Тек қана оның бір минусы сол гипстен жасалынғаны. Бәрібірде металдан қарағанда гипс әлсіз болады материалы, сол себептен қауіп бар. Былай негізі сапасы, жасалуы, жалпы үстімен, айналатын жермен асты барлығы, аяғы барлығы жақсы орналасқан, шариктерде өте жақсы орналасқан, және де біркелкі айналады, ұзақ уақыт айналады екен. Бұның бағасы 6,5 мың теңге деп тұрды. Өте жақсы ұнады бізге. Осындай түрінде алып қоюларыңызға болады. Тек қана гипс деген болмаса, былай гипс екені көрінбейді. Біз басында бұны көрген кезінде бір пластмасс, қалың пластмасс сондай бірдеңе деп ойладық. Гипс деп мүлдем ойлай алмайсың. Одан кейінгі түрі бұл 3,5 мың теңгелік пластмасс айналмалы столик. Бұның бір плюс жағы, столикті тоқтатып қойыңызға болады, яғни кнопкасын бассаңыз мүлдем айналмай қалады. Одан қайттан кнопкасын бассаңыз айналатын болады. Сол жағына плюс жағы бар, ал былай негізі айналуы өте нашар, және де сәл сапасы айналған кезінде мүлдем уже бірден көрінеді. Дұрыс емес екен. Бұны да алып қажет жоқ екенін айтамын. Және де алдыңғы стористе көрсеткен көк айналмалы столикті де алып қажет жоқ. Сондықтан алсаңыздар, осы алдыңғыда көрсеткен гипсті немесе мүлдем қымбаттарын ала алмайтын болсаңыздар, пластмастың бірінші көрсеткенде алуыңызға болады. Барлықтарыңызға рахмет. Пайдалы болса, пікірге жазып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады.